Қалайсыңдар қыздар? Девочки, как дела? Привет. Ойпырмай, мен шықпасам. Шықпайсыңдар, я? Не істеп жатсыңдар? Шай ішіп бәрі кетті. Абырсып мына жерде ойпырмай. Жинайтын адам бар ғой. Маған тастап да кетті ғой бәрі. Сылтаулар сабақ оқимын дейді. Қасқа мына қара мына тістеп тастаған бір тістейді тастайды. Ананы тастайды. Сол қалған құтқан қалдықтарын жеп обал болмасын деп. Қасқа. Қайдан азасын? Отырмын сол. Обал болмасын жіп тастайын деп. Өздерін істесін. Мама сәлем бердік. Жаным сол. Қалай жағдайыңыз? Сәлем, қалайсың Самса? Қалайсыңдар қыздар? Қалай жағдайларың? Мен сол жұмысқа қосылып менде мектепке. Қолым тимей кетті ғой. Өзің не қылдың? Сабаққа дайындалдың ба? Балдарыңды біттің ба дайындап? Жақсы. Неше күн өтті ғой, киіндірдік. Ыбырсып жүр. Қазір қайта азайды ғой. Бұрын 6-ауын киіндіретін едім ғой, қысқа. Қазір 3-еу қалып. Балдарды киіндіру оңай. Ана баланы апардым да 1 сағатта киіндіріп тастадым ғой. 1 сағаттан асқан жоқ енді. Құдай ақ рубашка алдым, ремен алдым, шалбар алдым, майк алдым. Төпли алдым, бір нәрсе алдым. Болды. Мына қыз қаным түшті ғой. Қасқа қаным түшті ғой. 3 күн түшті ғой. Ана 2 күн ол бүйтіп аралап көргенде қоспағанда 3 күн киім алам деп шашып ағарып, нерв болып, қасқа 1 күн жүргенде детдомға өткізіп жіберетін едім. Қалайсыңдар? Қалай жағдайларың? Бұл кезде қызды өзіңде қызықсың. Неменеге оны сораңдатып, сорайтып базарға ертіп жүрсің? Жібермейсің ба өз киімдерін өзің алады ол? Мынау деген қан түшті. Ананы кисем, мынаны кимеймін, мынаны кисем, ананы кимеймін. Біреуін киіп алады, сөлпейтіп, біреуін киіп алады, тырыстырып, жабыстырып. Ойбай, нерв болдым қысқа. Біз бір-біріміздің киімімізді кие беретінбіз. Қазір өйтіп кимейді ғой. Ойбай, баяғы өзіміздің сұр көйлек дұрыс па деп қалдым. Қысқа сұр көйлек киіп жүре беретін еді ғой. Рахат. Сол сұр көйлектің қайда бар емес пе? Ойпырмай качествосы күшті екен. Сол сұр көйлектің қолтығы жыртылыпты, бел жыртылып, бір жері сөгіліпті дегенді көрмедім ғой, естімедім ғой. Қысқа жылда бір сұр көйлек келеді, қаяқтан келетін, кімнен келетінін білмейсің. Киіп аласың бір сұр көйлек, 4 күн қара фартук, 2 күн жаңағы пятница суббота ақ фартук. Рахат ет. Аспаннан түскен құсайсың да отырасың. Бая біз дейсің ба, алып бергенді кие беретін. Қазірлер кимейді. Біз ғой баяғыда 1 сентябрь 1 ай өкшеміз қажып, лейкопластыр бір-біріне жабыстырып жүретін едік қой. Қанап өкшеміз. Ана ақ гульфигіміз қажаған жараға жабысып қалады, ол туфлиге жабысып қалады. Үйге келгенде аңырап отырып, шешетін едік қой аяқ киімдерімізді. Қазір өйтіп кимейді ғой. Я, сосын дұрыс айтасың. Біздің мектептегі кез енді мен де соңғы жағын көрдім ғой, Союздың. Қызық еді. Парадқа шығатын едік. Лейла, сен постоянно ана ескерткіштің алдында тұратын едің ғой. Қолыңды шекеңе қойып. Әйтеуір саған қарап кететін едік қой парадқа шығып. Папам көгершінді кордоннан қиып, соған шарбайлап беретін, я. Осы шарды жарып алмауға тырысатын едік қой. Ну погодидің суреті бар, сосын сондай ғана шар еді ғой, я. 2-ақ шарбайлап береді, оны площадьқа дейін жарып алсаң бітті, басқа шар жоқ. Шарбарларды көріп жылайтын едік қой. Оны да ауылға бір арбамен біреулер келетін еді ғой. Я, бутылка өткізіп алатын едік қой ойыншықтарды. Шар, сосын ана айналдырып, винокл сияқты. Неше түрлі болып шығады. Әртүрлі узорлар шығады, не? Мозаикамен ойнайтын едік, я. Резинка ойнайтын едік қой. Мамамды айқайлатып, трико, юбкалардың резина қоймайтын едік қой. Замза екеумізше, резинаға секіріп ойнайтын едік. Мынаның ышқырындағы резиналар қайда кеткен деп жүретін еді ғой. Кейін кафронмен істейтін болдық. 2 адам болса болды еді ғой бізге, я. Ана талғама, столбыларға қойып бір жағын мен қойғызып қойып, екеуміз-ақ ойнай беретін едік қой, скакалка ойнайтын едік, я. Ойбай, айтпа, расай. Ойбай, айтпа, рас айтасың. Бұрынғы біздің кезге жетпейді, айтасын. Қызық еді ғой біздің мектеп кеші балалық шағымыз. Наларға емес па, зорға барады. Қысқы сабаққа зорға барады. Азанда бар ғой, бір айдау қылып бара жатқан сияқтысың ғой бір. Бір ана консул ағылып бара жатқанда кетіп баратады ғой, аңырып. Соны далаға шықсаң да сол садикке бара жатқанда аңырып бара жатыр. Ойба, азанда жаңа шықсаң қызық қой. Базарға шығамын ғой енді. Кім? Ғалымжан машинасының оталдарым дегенше отырамын ғой жаңағы. Содан біреу садикке бара жатады балдарын. Ол аңырап бара жатыр. Жетегінде жылап еңіреп, біреусі 2 қабат, біреусі коляскаға салып алған, балдарды сүйреп келе жатыр. 1-ші классқа кетіп бара жатқандар жаңа тақпағын сұрап келе жатыр. Не деп айтасың деп, анау ұйқысын ашамай тақпағын айтып бара жатады сабаққа ше. Одан сәл жоғарылар қырылып ойнап бара жатады, бір-бірінің сумкасын жұлып. Ана жоғарғы кластар, ойбай қыздар шашын жайып, балдарын деген шит, қолдарында айфон сөйтіп кетіп бара жатады ғой. Азан расымен қызық, я. Қазір мен баламда машинасын салып алады ғой сумкаға. Күлем, маған ұқсаған осы жері деп. Баяғыда мен де қуыршағын салып алатын ем ғой, Замза білесің ба? Әжем екеумізге қуыршақ әкеп берген еді ғой. Ойбай, есімде, оның историясы бар ғой. Ойбай, Гүлсездің оның историясы бар ғой, есімде ма? Электрағам келген кезде система шприцтердің ішіне зеленка құйып, біреуіне марган соқ құйып, жаңағы ойбай, қызыл, жасыл қылып, сонымен жаңағы шнурларына ойыншық істеп беретін еді ғой, есімде ма бәрімізге? Алтын балық істеп беретін, рамка істеп беретін, құдай ау неден мотоцикл ручкамызды қаттап беретін еді ғой, қысқа. Ручкамызды әдемілеп сол системамен өріп қаттап беретін еді ғой, білесіңдер ма?
ойбай блатной болып ұстап жүретін еді ғой. Сол жаңағы бір күні алтын балық істеп, ана алтын балыққа жылан айтқан ғой. Оны апарамда шелекке ма кастрөлге суға салып қоямын қасқа. Не айтқаным есімде жоқ. Содан сол жаңа сол системадан қуыршақ істеп берді. Жаңа электр ағам. Сөйтіп, ойбай көршілерге мақтанайын деп, көршілер қыздар шақырып келсе, жоқ қой. Әже, қаны жа, қуыршақ қаны десе, шашын жалбыратып шайтанды құрт дедім ғой саған деп. Қасқа әжем тортке салып жіберген ғой. Содан еңіреп жылап, әжеме ренжіп, өзің шайтан деп қашқан едім ғой. Ойбай, ай маңдайың ашылғыр, тұқымың өскір, мені сөйтіп айттың ба деп. Әкең келсін, содан жаңа әжемше өзі бүкшеңдеп. Содан кешке қарай үйге кіруге қорқам ғой, папа келіп жатыр ғой енді жұмыстан. Жүрбәң деп аяғын уқалап отырмын ғой, әжемнің ше. Әжем айтпады бірақ. Әжем айтпады. Ей, әжесінің қара тентегі деп ұмытып кеткен ба білмеймін ғой. Мен кешке дейін мана папамнан қорқып айтып қояды деп далада жүрген ғой, кірамай жүрген тұғым. Сөйтіп сол кейін бір қалаға барғанда ма осы бір жерге барып қыдырып келген кезде алып келді ғой қуыршақ. Екеумізге 2 қуыршақ алып келді ғой. Ол жоқ бірінші ана несі құритын еді ғой, аяқ киімі құритын еді, аппақ ше жылап жүретін еді ғой, Гүлсезім. Маған бәрібір ғой жаңағы. Оны біресе папам басып кетеді, біресе мамам басып кетеді, қысқа әжем басып кетеді. Ойбай, көтеріп деп дәрі ішіп кететін еді ғой. Мама деп отыра қалған кезде. Сол қуыршақты алып кетті, біреу сұрап алды ғой үйленетін кезде. Біздің үйден алып кететін еді ғой сол қуыршақты. Сөйтіп жоғалып тынды, сол жақсы көретінім сол қуыршақты ше. Ана ақ қуыршаққа көйлек тігіп расымен машинаның алдына қоямыз. Біздің кезімізде тек ана ленталар байлайтын едік. Обязательно ауылға кіретін кезде бейбілдеп келетін еді ғой, ойбай қызық екен. Ойбай, ана компьютердің қағазынан ше, компьютердің қағазынан тоқып браслет па бірдеңе істейтін еді ғой, қасқай. Ленталардан перде істейтін еді ғой, есіңде ма? Ойбай, ол жалбырап бір-бірінен жабысып қалады. Істемейтініміз жоқ біздің де, Ай, жаңа жыл күшті еді ғой, Күтетін едік қой кәдімгі, естеріңде ма? Бәрі есіме түсіп жатыр да жаңа. Үйленгеннен кейін ғой, ол кезде біраз ол кезде Болат пен Зере ғана бар, бәріміз де бір екеуден ғой, құрдастарымыз, жолдастарымыз алды жаңа, ғалымның достары ғой. Содан сол бір жыл есімде жоқ. Подарканы Аяз ата мен Снегурочка беретін болдық қой. Сөйтіп Ғалымжан жаңағы ойбай, ол кезде деген топ-томпақ денесі, ірі сап-сары болып жүрген кезі ғой. Қасқа. Сөйтіп жаңағы Аяз ата болатын болды Ғалымжан, мен Снегурочка болатын болдым. Қасқа екеуміз подаркаларын дайындап қойған қапқа салып алып, үйлерді аралап жүрміз ғой жаңағы. Бір үйге кірдік, екінші үйге кірдік. Ана Ғалымжан үшінші үйден кейін нерв бола бастады уже. Ғалымжан үшінші үйден кейін нерв бола бастады уже. Шаршап кеткен қасқа ішкісі келіп жатыр ғой, мұрны қышып жатыр ғой, мұрны құттап. Сөйтіп бір кезде жаңағы ана бала ғой. Жаңа кірсек әрқайсысы тақпағын айтып сөйтіп тұрса, болды ма дейді ғой маған. Ол тез терлеп кеттім дейді, сақалдан ыстықтап кеткен ғой. Сөйтіп, ай болды, тез айтамыз деп подаркасын беріп, жаңа бір үйге кіріп, ызы-шу болып, ай деп подаркаларын беріп, шай ішіп отырсақ, қасқа жаңа бір баласы. Жаңа Ғалымжанның кетіп бара жатқанын көрген ғой сырттан. Сөйтіп тоймай қалды ма білмеймін ғой, бала ғой, терезеге қараған ғой. Ай деп ызы-шу болып, ой отырсақ, баланың жаны дауысы шықты ғой. Мама, Аяз ата темекі шегіп тұр ғой дейді. Ойбай деп терезеден қарасам, қасқа. Ғалымжан ана жолдас балдармен темекіні бұрқырап тұр, үстінде Аяз атаның киімі. Ойбай деп терезені тақылдатсам, қарамай тақылдатып, әй деп айтайын десем, бір кезде қарап қолында жаңағы темекі чистушка билеп тұр ғой маған ше. Ойбай, мына балдар көрді ғой деп. Сонымен бір кезде кірді ғой. Сөйтіп жаңа балдар, Аяз ата емес қой, мынау шын емес қой, ата темекі шегіп жатыр ғой деп жатыр. Ғалымжан уже қысып қапты, қысқа. Шыдамаған ғой, шыдамаған. Ана мұрны құрттап далаға шығып кеткен ғой. Сөйтіп Аяз емессің дейді ғой. Содан Ғалымжан да қысқа тапқан түрі ғой жауабын. Мен Аяз атаның кетіп батқан Аяз атаның киімін өзіме сұрап алдым. Аяз ата, шын Аяз ата сендерге подарка берген дейді ғой. Сөйтіп балдар бәле ғой. Аяз ата не киді дейді ғой. Аяз ата жалаңаш кетті ма сонда? Аяз ата тоңып қалады ғой дейді. Қасқа Аяз атаның киімін апарып берейін деп сыртқа шығып кетті ғой. Сонымен Аяз атаның машинаға салып, Снегурочканың киімін қасқа бітті. 4 үйден кейін бітті ғой. Ішіп қуып ақыр аяғында. Мә, өздерің бере салыңдар деді. Қара шаңырақ өзіңде өстім бір кезде балаша жылап, қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол қуып қиялға қала салып